ұйымдастырған іс-әрекетіміздегі тақырыбымыз мамандықтар жайлы және кім боламын, яғни өскенде кім боламын туралы өтетін боламыз. Қане бәріміз орнымыздан тұрып, шарт шеңбер жасап алайықшы, кәне орнымыздан тұрайық. Қане балалар орнымыздан тұрамыз, Жандәулия тұра башлайық. Қайырлы күн, балалар! Қайырлы күн, ашық аспан! Қайырлы күн, тәрбиешім! Қайырлы күн, жер ана! Болды, жарайсыздар, қаншайымызға отырайық. Шарт шеңбер жасап алды. Қазір енді біз мамандықтар жайлы айтатын боламыз. Міне бізде суретші мамандығы. Суретші не істей алады екен? Бояйды. Яғни бізде түрлі түсті гуаштармен, плакатқа, қаламсаппен, түрлі бояулармен жұмыс жасайтын. Ол кісі не екен бізде? Суретші екен, я? Мен қазір сендерге жұрбағын жасып көрейін, я? Мына қандай мамандық иесі? Кім айтады? Тәнсіпе айтшы, мен не істеп тұрмын? Билеп тұрмын, яғни бұл қандай мамандық екен? Биші екен, я балалар? Ал мынау бізде қандай мамандық? Айсере? Деген не істеген бұл кісі бізде төртінші. Машинасымен